Петропавлдағы құрылыс нысандарында жұмыс істейтін бір топ азамат Смирнов ауылындағы элеватор құрылысындағы жалақыларын алмағандарын айтады. 8 ай жұмыс істеген құрылысшылар соңғы айдың жалақысын кейін аласыңдар деген соң күтіп жүрдік дейді. Енді қазір сол 2 ай болды, сол ақшаны бізге төлемей жатыр. Қанша? Директорге звондап айтқанда, біз посчитали, 1 800 000 вам должны, мы рассчитаемся деген. Уже 2 ай өтті, әлі жоқ сол ақша. Құрылысшылар былтырғы жылдың қараша айынан қыстың аязды күндерінде де элеватордың іргетасын қалау жұмыстарын жүргізген. Алғашқы 7 айында жалақы мәселесімен ешқандай қиындықтар туындамаса да, жұмысты аяқтаған соң соңғы айдың жалақысын созбалаңға салды деп отыр. Оның үстіне барлық құжаттарда элеватор басшылығының қолдарында екенін айтады. Главный инженерлері бар, Вергунов Петр Петрович деген. Оған звондасам айтады, сендер кетіп қойдыңдар, енді менің соңымнан жүгіресіңдер дейді. Ақша сұрап дейді. Мен сендерге ақшаларын дұрыс төлемеймін. Әлі жүгіресіңдер деп айтты маған. Ал элеватор қожайыны құрылысшыларға жақын күндері жалақыларын міндетті түрде төлеймін дейді. Бригада құрылысшыларының жалақысыз қалғанын соңғы уақытта ғана естідім деген ол бас инженерінің сол адамдармен жұмыс жүргізгенін айтып ақталады. Мы договаривались, что я вот департаменту я говорил, Нуратану, что завтра я им позвоню Борису в течение дня и скажу точно, конкретно, когда мы сможем их там рассчитать и прочее, прочее. Вот эти вопросы отвечу на... Сонымен бірге элеватор қожайыны нақты айтылған күні жұмысшылардың барлық сомасын қайтарамын деп бекініп отыр. Ал бірнеше айлап күтуден жалыққан құрылысшылар болса үміттерінің үзіле бастағанын айтады.